Бәріне сәлем достар. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз зат есімнің түрлері. Зат есімдер тұлғасына қарай екіге бөлінеді. Негізгі және туынды болып. Негізгі зат есім дегеніміз тек түбірден тұратын зат есімді айтамыз. Мысалы үй, тау, көз. Ал туынды зат есім дегеніміз сол түбірге жұрнақ жалғану арқылы жасалатын зат есімді айтамыз. Мысалы жолшы, әнші. Зат есімдер құрамына қарай екіге бөлінеді. Дара және күрделі болып. Дара зат есім дегеніміз ол тек бір ғана түбірден тұратын. Мысалы гүл, кітап, адам. Ал күрделі зат есім дегеніміз екі немесе одан да көп сөздің бірігуі, қосарлану, тіркесуі арқылы жасалатын зат есімді айтамыз. Мысалы аққу, ата-ана, күріш алқабы, аққыш. Зат есімдер жалпылай немесе жекелей аталуына қарай екіге бөлінеді. Жалпы есім және жалқа есім болып. Жалпы есім дегеніміз ол белгілі бір заттар тобына тән атауларды білдіреді. Мысалы кітап, ағаш, қала, адам, құс. Ол үнемі кішкентай әріппен жазылады. Ал жалқа есім дегеніміз ол нақты атауларды білдіреді. Адам, жер, су, мекеме атаулары және тағы басқа. Оған мысал келтіретін болсақ, Айша, Астана, Есіл өзені, Қазақ елі. Осы айтқандардың барлығы үлкен әріппен жазылады. Зат есімдер мағынасына қарай екіге бөлінеді. Деректі және дерексіз болып. Деректі зат есім дегеніміз ол біз оны көзбен көре аламыз, қолмен ұстай аламыз. Ол біздің өмірімізде бар зат. Оны біз деректі зат есім деп айтамыз. Қалам, ағаш, адам, кітап мысалға да. Ал дерексіз зат есім дегеніміз біз оны көзбен көре алмаймыз, қолмен ұстай алмаймыз. Біз тек оны ойымызбен ойлап, соны істейміз. Мысалы оған қуаныш, ой, бақыт деген секілді. Достар, мен түсіндіргенім түсінікті болды деп ойлаймын. Осымен менің видеом аяқталды. Сау болыңыздар және тағы видеолар саламын, күтіңіздер.